Баршаға сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Құрметті менің оқырмандарым, әр күніміз тек сәттілікке толы болсын деп тілеймін бәрімізге. Достар, мен бүгін сіздерге үйде сүт жоқ кезде сүтсіз сумен жасауға болатын блиныйдың құймақтың рецептімен бөлісемін, жасалу жолдарын көрсетемін. Осы видеоның астына описаниеге рецепттің толық мөлшерлерін жазып кететін боламын. Егер де сіз осы көрсетілген мөлшермен жасайтын болсаңыз, онда блиныңыз осындай жұп-жұқа, осындай әдемі, дәмді, осындай точка-точка әдемі болып пісіп шығады. Ал кеттік достар, менімен бірге сүтсіз сумен блины жасаймыз. Ол үшін сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліп алыңыз. Ал бісміллә деп бізге ең алдымен ұн, разрыхлитель немесе пищевая сода, тұз, жылы су, жұмыртқа және өсімдік майы керек болады. Міндетті түрде жылы су болғаны дұрыс. Суық суға дұрыс болмай қалады. Ең алдымен жылы суға жұмыртқамызды жарып, вилкамен немесе венчикпен осылай араластырамыз. Миксерсізде вилкамен өте әдемі шығады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін шым-шым тұзымызды және разрыхлителімізді салып, тағда араластырамыз. Тұзымыз еріп, жақсылап араласқаннан соң, ұнымызды салып, тағда жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап бәрін бір тексетіп араластыруымыз керек. Содан соң қант саламыз. Тағда араластырамыз. Қантымыз ерігеннен соң өсімдік майын құямыз. Енді тағда жақсылап бір араластырып, кішкене 5-10 минутқа қамырымызды демалдырып қоя тұрамыз. Мына біздің блиныйдың қамыры осындай болады. Енді қызып тұрған табаға кішкене май жағамызды, блинымызды құймақты құйып пісіреміз. Мына осындай болады. Шеттері ашылып кішкене пісіп бастағанда аударып, екінші жағын тағда пісіріп аламыз. Мына біздің блиныларымыз дайын, өте әдемі, осындай точка-точка болып, жұп-жұқа болып, осындай болып піседі. Дастарханға блиныйды қаймақпен немесе вареньемен, немесе сгущенкамен ұсынсақ болады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетейік. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.